Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өзімнің кітаптарыммен бөліскім келеді. Яғни менде қандай кітаптар бар, қандай кітаптарды оқығанды жақсы көремін, соларды айтатын боламын. Әр кітапты таныстырып өтемін. Мүмкін сіздерге де ұнап қалар. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Олай болса кеттік. Менде негізі кітаптары өте көп. Өкінішке орай мен кітаптарға кішкене салғырт қараймын. Оқып болған кітаптарымды кез келген адамға, достарыма, біреуге берген болсам, қайтадан алуды ұмытып кетемін. Сол себепті де менде көп кітаптарым жоғалып кеткен. Және басқа да бір себеп, мен тұрақты бір жерде көп уақыт тұрмаған соң, яғни көшіп қонып жүрген соң, мен әр кітабым әр жақта қалып, біраз кітабым жоғалып кеткен. Дегенмен де қазір мен басқа қалаға көшіп келгенмін. Осында бар кітаптарымен сіздермен бөлісейін, жарай ма? Менің кітапқа байланысты жеке пікірім ол, кітап деген кез келген адамға ұнауға жалпы міндетті емес, және кез келген адам кітап оқуға да міндетті емес. Және сен неге кітап оқымайсың деп біз адамды кінәлай алмаймыз. Әркім информацияны әртүрлі алады. Біреу кітаптан, біреу телевизордан, біреу интернеттен дегендей әртүрлі алады. Жарайды, олай болса бастайын. Менің ең алғашқы кітабым «Сен» деп аталады. Бұл Азамат Скаков деген коуч, психолог, мотиватор кісі. Міне сертификатталған коуч, жоспарлау эксперті. Бұл кісі инстаграмын өзінің өте белсенді жүргізетін адам. Бұл оның алғашқы кітабы, және бұдан кейін «Мен» деген кітабын де шығарды. Мен бұл кітапты, егер шынымды айтатын болсам, күйеуімнің туған күніне сыйлағам. Бірақ күйеуім менің кітап оқуға қатты құмар емес. Сол себепті де бұл кітап өкінішке орай толық оқылған жоқ. Мен енді өзім оқып жатырмын. Мұнда кітаптың атауы «Сен» деп аталады. Сен деген сөзді жан-жақты алуға болады. Әдет қалыптастыру әліппесі, яғни біз өмірімізді қалай жақсы жаққа өзгерте аламыз, қандай бізге қажетті әдеттерді қалыптастыра аламыз, соған үлкен көмегі тиетін кітап деп ойлаймын. Міне соңында қарасаңыздар, 21 күн бойы жасалатын дайын жазылатын орындар бар. Осы кітапты оқып болып, сразу бастап кетуге болады. Өте жақсы кітап. Мен міндетті түрде аяқтаймын. Келесі бір кітап Луиса Хей «Управляй своей судьбой» деген кітап. Луиса Хей деген тоже психолог бар. Шетелде өте атақты, және біздің елде де атақты психология саласында адам өзін жақсы көру туралы, жақсы жаққа өзгеру туралы. Мұнда да өте керекті
аффирмациялар бар. Жалпы біздің өмірімізді жақсы жаққа арналған аффирмациялар өте көп. Мысалы, мынандай бір аффирмация бар екен: аффирмации для улучшения ситуации на работе дейді. Сіз егер жұмысыңыздың жақсы болғанын қалайтын болсаңыз, осындай позитивті ойларды қалыптастыру үшін аффирмациялар айтсаңыз болады. Мәселен, мен үнемі мені жақсы көретін, мені сыйлайтын және маған жақсы ақша төлейтін адамдармен жұмыс істеймін. Мен оңай жұмыс табамын. Маған жұмысым ұнайды. Менің әріптестерім маған ұнайды. Жұмысым мені жақсы көреді. Мен жұмыста барлығын оңай жасаймын. Менің айлығым, менің табысым артады деген сияқты үнемі адам позитивті ойлармен жүру керек. Және ең бастысы, Құдай мені жақсы көреді және өмір мені жақсы көреді деген оймен жүру керек адам. Яғни адамда бір ішкі сенімділік болу керек. Өте жеңіл тілде жазылған керемет кітап. Мен бұл кітапты сатып алғам 3-4 жыл болды. Тағы қайталап оқуым керек. Жалпы мен кітап оққанда мотивациялық немесе психологиялық даму туралы кітаптардан гөрі мен романдар оқыған жақсы көрем. Яғни қызықты оқиға желісі бар романдарды оқыған жақсы көрем. Сондай бір түрік британ жазушысы Элиф Шафак деген жазушының бірнеше кітаптарын оқыдым. Және мына бір келесі кітабын оқып бастадым. Стамбульский бастард деген. Бұл деген сөз, бастард деген сөздің мағынасы негізі некесіз туған бала деген сөз ғой негізі. Жалпы кітаптың маған ұнағаны, енді мен толық оқып біткен жоқпын, бірақ жалпы ұнағаны өте бір мен үшін комфортный деп айтайын, сондай тілде жазылады. Сол үшін мен бұл кітапты міндетті түрде аяқтауым керек. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Элиф Шафактың әсіресе Честь деген кітабы өте керемет. Бұл кітап Асия деген қыздың өмірі туралы. Яғни ол некесіз туылған қыз. Жалпы түріктер мен армяндарға қатысты. Жарайды, жалғастырайын. Келесі бір кітап. Бұл кітап Татьяна Алешина жақында алған кітабым. Мен сіздермен бөліскен болатынмын. «Счастье любит тишину» деген кітаптың оқып жатырмын. Міндетті түрде аяқтайын. Өте қызықты оқиға. Ер мен әйелдің, яғни отбасылық қарым-қатынасы туралы. Кез келген адамда тағдырында болуы мүмкін бір қолаңсыз жағдайлар туралы. Және мұнда ең басты нәрсе, айтылатын ой, идея «Счастье любит тишину», яғни біздің бақытты өміріміз ол өзімізде құпия түрде қалу керек. Өйткені адамдардың тіл көзі бар, көре алмайтын адамдар болуы мүмкін. Сол себепті негізі адамдар барлық өзінің қуанышты сәттерін, бақытты сәттерін бөлісе берген дұрыс емес дейді. Келесі кітап ағылшын тілінде. The Great Gatsby деп аталады.
Гэтсби, орысша Великий Гэтсби. Бұл кітапты немесе осы фильмді көрген шығарсыздар, кітапты оқымасаңыздар да. Достар, менің бір жар әдетім бар. Әдетім емес, бір қалай айтсам екен, мен ағылшын тілін жақсы білгеніммен мен ағылшынша кітапты оқуға кішкене ерінемін. Мысалы, мына кітапты мен өзім сатып алғанмын. Бірнеше жылдар болған, бірақ сенесіздер ме, мен бастапқы беттерін оқыдым. Ішінде менің суретім жүр екен. Мен білмеймін де тіптен. Қараңыздаршы. 3-4 сурет. Бұл кітапты мен басын оқығанмен бір 10 шақты бетін, бірақ кішкене кітапқа бір қатты қызығушылық танытқан жоқпын, және кішкене кітаптың тілі ауыр, өте жоғары деңгейге арналған әдеби кітап. Сол себепті мен қиналып тастап кетемін. Яғни оқимын деп бастаймын, сосын тастап кетемін. Осындай бір жаман әдетім бар. Яғни сөздің қысқасы, егер кітап мені алғашқы 1-ші, 2-ші, 3-ші беттерінен қызықтырмаса, мен ары қарай ол кітапты оқығым келмейді. Жалпы бұл менің позициям дұрыс екен. Өйткені мен бір кітап оқыған кезде, ол кітапты сіңлімнен алып оқығанмын. Ол кітапты оқыған кезде сол жерде жазылған барлық кітап сізге ұнауға міндетті емес деп, яғни бір адамдарға ол кітап ұнайды, біреуге ұнамайды. Және бұл норма нәрсе. Достар, мына кітап менің былтырғы жаңа жылға өзіме жасаған сыйлығым. Марзия Бекайдар деген діни психологтың кітабы. Қазақша нұсқасы да бар екен, бірақ қазақша нұсқасын көп адамдар кішкене түсініксіздеу деп айтып жатыр, енді білмедім. Мен Каспиден осы орысша кітап бар екен, соған заказ бергенмін. Выбери счастье в обоих мирах деген. Яғни екі дүние бақытын сезіну, бұл өмірде Алланы тану, Аллаға сенім арту, бақытты ғұмыр кешу туралы кішкене өзім болады ғой, бір адамның иманы әлсіреп кеткен кезде міндетті түрде оқимын. Бір оққан беттерді қайтадан оқып шығамын. Яғни солай иманымды күшейте түскім келеді. Кітап өте жақсы. Бұл кітапты оқығанда өзіңді жеңіл сезінесің. Яғни сенің күнделікті күйбең тіршілігің, сенің жасап жатқан жұмысың, сенің оқуың, сенің басыңдағы кішігірім проблемалар барлығы уақытша, және оның барлығын сен уайымдайтын нәрсе емес екен, және сен оның барлығын тек бір жаратушыға сеніп, соған қалдырып, солай өмір сүрсең өте жеңіл өмір сүреді екенсің. Жалпы мына жерде былай жазылып тұр, көріп тұрсыздар, мен спонтанно ашып отырмын. Кез келген адамның миссиясы ол өзінің жаратушысына бас ию. Егер сіз карьера жасағыңыз келсе, оны Алла разылығы үшін жасаңыз. Сол кезде ол сізге жақсы болады, табысты боласыз. Егер отбасын құрғыңыз келсе, оны да Алла разылығы үшін жасаңыз. Сонда сізде берекелі отбасы болады. Яғни біздің барлық өміріміз Алламен, біздің жаратушымен тікелей байланысты болу керек дейді. Сонда сізде өміріңізде қуанышты сәттерде махаббатқа толы болады. Сіз Алладан ерекше бір
мания емес, Алладан күту керек деп айтады. Сол кезде сізде өміріңізде бәрі жақсы болады. Әрі қарай жалғастырайық, достар. Дулат Исабеков деген қазақтың жазушысы. Бұл кісі қазір, қателеспесем, 80 жаста шамамен. Ол кісінің бүкіл шығармалары маған ұнайды. Қарғын деген романы, көріп тұрғандарыңыздай, ол кісі негізі көбінесе проза жанрында, яғни әңгімелер және сонымен қатар пьесалар жазады. Қазір көптеген театрларда сахналанып жүрген драмалық туындылар осы кісінің шығармашылығы. Дулат Исабековтың Қарғын деген романын мен барлықтарыңызға оқуға кеңес беремін. Бұл 18 жасар бірінші курс студенті Бағила деген қызбен өзінен бірнеше жас үлкен ақыржанды жігіттің арасында бір ерекше, терең, басқаларына ұқсамайтын бір сезім туралы өте қызық. Және бұнда бір айта кететін нәрсе, бұл романның соңы кішкене біртүрлі аяқталған сияқты болып көрінеді, бірақ былай айтқанда жазушы бұл романның соңын оқырманға қалдырады. Яғни сіз өзіңіз қалай аяқталғанын өзіңіз іштей сезесіз. Барлықтарыңызға оқуға кеңес беремін. Келесі кітап менде. Қараңыздар, қандай әдемі кітап. Әзілхан Нұршайықов, Мәңгілік махаббат жыры. Бұл кітап маған сыйлыққа берілген кітап. Қараңыздаршы, мұқабасы қандай әдемі. Сіздерге жалпы бұл кітаптың басты мақсаты туралы кішігірім мына жерде өзінде бар екен. Еркектер, әйелдеріңді қадірлеп құрметтеңдер. Бұл қысқа ғұмырда саған тиетін мәңгілік бақыт, байлық, ұлылық өз әйелің ғана. Одан айырылғанда кеудеңнен жаның шығып, салдырап, қу сүйегің қалғандай күй кешесің. Әйелдер, күйеулеріңді күтіңдер, аялап ардақтаңдар. Өмір деген өткінші дүниеде ерлі сайыпты екі адамның татулығынан, тәтті достығынан күшті, махаббатынан биік ештеңе жоқ. Жастар, қыздарды қадірлеп құрметтеңдер, аялаңдар, ардақтаңдар, абыройын төкпеңдер. Өзің үшін жаралған алтын балапанды тауып, мәңгілік махаббатқа жетуге тырысыңдар. Қандай керемет сөздер, иә. Жарайды, достар, менің соңғы кітабым жаңағы Луиза Хейдің тағы бір кітабы «Стань счастливым за 21 день». 21 күн ішінде бақытты болу деген кітап. Мұнда айтады, 21 күн ішінде сіз өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге үңіліп, өзіңізге деген сенімділігіңіз артады, өзіңіздің шығармашылық потенциалыңызды табасыз, ашасыз. Сондай-ақ самооценкаңыз көтеріледі. Сізде махаббат,
сезім, мейірім деген нәрселер артады, жақсы қасиеттер артады. Қорқыныш, ашу деген негативті сезімдерден арыласыз, стресстен арыласыз, және де